Та енді мына жағдай дейтін мынау енді мына даладағы колодцты барих болып, осы үйіміз суға кетті, мында бір квартиранттар тұр екен, таңертең сағат 8-де звондайды, аға келіп кетіңіз, су алып жатыр үйде деп. Соған келіп қарасақ, даладағы колодцтен су кетіп жатыр екен, сол үйдің бәрін су алып кеткен. Мына туалетке толып, құлатып, ана арада септик бар, сол септиктің бәрін пайдасы қылып кеткен. Енді сол келіп істейміз деп обещать етіп еді, әлі жоқ. Мына газ дейтін мынау, квартиранттар 4 күн болды, уже газсыз отыр. Не, жылу жоқ, салқын жерде. Барып сол Ақшұқыр газ сервиске барып айттық. Ол кісілер сол бір-біріне сілтеп, білмеймін, келеміз деп айтқан, әлі келген жоқ. Ал енді жасап береміз деп айтады, бірақ келіп жасап атқан адам жоқ енді. Бұл жағдайға енді судың адамдары кінәлі енді. Басқа кім енді. Жүру дейтін невозможно болды ана арада. Мына квартиранттар жалаң аяқ сыртқа шығып, мектепке бару үшін балалар жалаң аяқ шығып, аяққа барып киініп, солай жүр. Мына арада енді қақпаның судан толды. Енді бұлай үйге су кетпегенмен енді мына дейтін қазір дейтін сіңіп жатыр ғой енді. Оң да зардабы тиеді енді қыста мысалы. Үй асфальтқа беріп отырып кетуі мүмкін. Енді асфальтқа береді, обязательно береді ғой енді су дейтін. Ол дейтін таңертең түнімен аққан су енді бұл дейтін. Неге десең ол дейтін таңертең бастаған болса, бұндай ол толмайды. Далада туалет жоқ, мынау мінекей сұғырым. Қараша адам болған жоқ. Үйдегі туалетті пайдаланып жатыр енді, бака енді слифтінде сұқын анау. О, құдай білсін, ол жаққа кетіп жатыр ма, кетпей жатыр ма енді. Мен айтуын айтты, сол мына вакуум деймін, соны әкеліп суды сорғызды, сол қалған остатка суларды. Сосын енді әйтеуір айтып кетті, ертең аға таңертең келіп істейміз деген. Бүгін 4-ші күн бе, 5-ші күн бе әлі жоқ қой енді. Сол келер деп күтіп отырмыз енді.